Информатика пәні 6 сынып. Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сызықтық алгоритмдерді программалау. Сызықтық алгоритмдерге қандай мысалдар келтіре аласың? Программада input функциясын қолдану неге маңызды? Программада құрастырушы үшін қандай білім мен дағды қажет? Деген сұрақтар аясында жұмыс жасау үшін бүгінгі сабағымыздың мақсатымен таныс болайық. Сабағымыздың мақсаты Python тіліндегі сызықтық алгоритмдерді жазу. Программалау барысында қолданылатын негізгі 3 алгоритм бар. Олар сызықтық, тармақталу, циклдік. Сызықтық алгоритм дегеніміз әрекеттердің бірінен соң бірі тізбектей орындалатын алгоритм түрі. Сызықтық алгоритмнің блок схемасы. Алгоритм басы, айнымалыларды енгізу, енгізілген айнымалыларға орындалатын амалдар, нәтижені экранға шығару, алгоритм соңы. Сызықтық құрылымдағы программаны құру қадамдары. Бірінші, программада қолданылатын негізгі деректер мен олардың типтерін анықтау, айнымалыларға атау беру. Екінші, нәтиже ретінде нені шығару керек және оның типі қандай болу керектігін анықтау, нәтижеге шығарылатын айнымалыға атау беру. Үшінші, деректерді енгізетін, есептейтін және нәтижені экранға беретін алгоритмдерді дайындау. Төртінші, құрастырылған программаның жұмысын тексеру мақсатында деректердің түрлі мәндерін енгізіп, программаны сынақтан өткізу, тестілеу. Енді мысалдар қарастырайық. 2 санның қосындысын табыңыз. Математиканы еске түсіретін болсақ, 5 қосу 5 тең 10, 7 қосу 2 тең 9, 4 қосу 8 тең 12. Блок сызба түрінде басы А және Б-ға мән енгізу, А және Б сандарының қосындысын С-ға меншіктеу, С-ның мәнін экранға шығару. Соңы, Python программалау тілінде A тең int input, A-ға бүтін мән енгізу, B тең int input, B-ға бүтін мән енгізу, С тең A қосу B, А және Б сандарының қосындысын С-ға меншіктеу, print S, С-ның мәнін экранға шығару. Осы Python тілінде жазылған программаны Python бағдарламасына жазып көрелік. Жаңа файл ашамыз. Алдымен сақтап алайық. Жұмыс үстеліне есеп деген атаумен сақтайық. Нәтижесін алу үшін run модуль батырмасын немесе пернетақтадан F5 батырмасын басуға болады. Бірінші A санына 6 сан енгізейік және B-ға 9 сан енгізейік. Нәтижесі тең 15-ге. Келесі мысалымыз төртбұрыштың ауданын есептейтін программа құру. Төртбұрыштың ауданын есептеу формуласы S тең A көбейтілген B-ға тең. Блок сызбада басы A және B-ға мән енгізу, A және B-ның көбейтіндісін S-қа меншіктеу, S-тің мәнін экранға шығару. Соңы, Python программалау тілінде A тең int input, A-ға бүтін мән енгізу, B тең int input, B-ға бүтін мән енгізу, S тең A көбейтілген B, A және B сандарының көбейтіндісін S-қа меншіктеу, print S, S-тің мәнін экранға шығару.
Енді осы программаны Python бағдарламасында жазып, нәтижесін алып көрелік. Жаңа файл ашамыз. Программамызды жазамыз. Сақтап алайық. Жұмыс түріне аудан деген атаумен сақтайық. Нәтижесін алу үшін run модуль батырмасын басамыз. Ұзындығына 8 деген мән берелік. Еніне 5 деген мән берелік. Нәтижесі 40. Бекіту тапсырмасы. Қатесін тап. Берілген программаның қатесін тауып, дәптерлеріңізге қатесіз жазыңыздар. Сіздерде де осындай жауап шықты деп ойлаймын. Бүгінгі сабақ түсінікті болса, назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.